Олар енді жағдайда шамалы ғой, ауылдық жерде. Сол себептен бармайды көбіне. Қандай жағдай керек жастардың ауылға бару үшін? Оған жұмыс тауып беру керек. Жұмыс жоқ, не жоқ, сосын көп бармайды. Кейбіреулер мысалы балаларын қазір ауылға бару үшін мұғалім, дәрігер болып оқытады ғой, оларға қалай қарайсыз? Онысы бір жағынан дұрыс. Иә. Енді ауылда болсын дейді ғой. Тағы да қандай мамандықта оқыту керек оларға? Мұғалімдік оқыту керек. Ең несі олар мұғалім болса, қазір жастардың ішінде ер балалардан аз мұғалім. Сол себептен мұғалім болса, ауылға барады. Үйленеді, нетеді, сосын ауылға тұрады. Жағдай былай жақсы. Бірақ енді жастар көп ауылға барғысы келмейді. Олар енді бірақ негізгі тұрақтап жұмыс істеу үшін бір жақсы бір жұмыс орны болса, ауылда тұрады енді. Біз Темірденбіз, Темір қаласында. Бұрын 5000 халықтай бар еді, енді қазір 2000-дай қалды. Көбісі қалаға кетті, былай көшіп кетті. Жағдай жаман, бірақ үй салып тұрақтап жатыр ғой енді жастар. Просто некому пройти. Просто демалуға болды. Қонаққа сынса. Қалған өмірдің бәрін? Қалада. Ауылға не үшін барғыңыз келмейді, мысалға? Білмеймін. Мне делать нечего. Не знаю, мне даже Даже мен жастарды ауылдан қашады деп ойламаймын. Наоборот, ауылға баруға ынталы, бірақ условия жоқ. Қандай жағдай жасау керек оларға? Беріледі дейді ғой, бір жолға жаңағы ақшасын береді, үйін береді дейді ғой. Сол үкіметтен дұрыс берілмейді ал. Мен өзім көзіммен көріп жатқанымды айтып тұрмын. Менің балам да оқу бітірді де ауыл программасымен барғысы келіп еді. Барып көріп еді, ешқандай условия болмаса қайтып келді. Себебі семейный отбасылық жастар қазір универді бітіреді де отбасы құрады ғой. Олардың қарай өмірлерін жалғастыру үшін оларға ешқандай условия жоқ. Айтқан условия берілмейді. Ол рас.